Жалпы адам баласына негізі ештеңе жақпайды, шынымен де жақпайды ғой. Ой алла, бір комментарийде кеше бір видео салып, содағы комментарийда оқысам күлкім келеді ғой. Иә, біреу әйтеуір біреу ұрсып жатыр, біреу керісіп жатыр, біреу бір-біріне ответ қайтарып жатыр. Не істейсің деп. Одан біреу жазып жатыр, өтірік қайнапаң келгенде қуанып деп, өтірік іште қуанып жатсың ба деп. Біреу жазып жатыр, әйтеуір қайнапаң келгенде үй жинайсың ба дейді. Ол так күндегі жиналып жүргені просто так сіздерге қалай келетінін шынымен қуанып жаздым. Енді әркімнің үйінде әртүрлі ғой состояние. Біреуге жағады, біреуге жақпайды, біреуге келсе ұнайды, біреуге келмесе ұнамайды деген сияқты. Ал маған жылына бір келген кезде мен осылай сыйлап жібергім келеді. Біреу жазып жатыр, біз наоборот келінімізге барғанда жұмыс істейміз деп малтырамыз келінімізді деп. Жоқ, маған да келген кезде келші гүлім істейін, мен өзім істетпеймін. Жоқ, істемей қойыңыз, өзім жасаймын, өзім істеймін деп. Неге ол жылына бір келгенде, қайнапаң келгенде бір демалдырмасқа, иә? И так та сол тірлікті үйінде істеп жатыр.